ана бір әңгіме бар ғой, кенесарының басы мен денесін қосса қазақтар бірігеді деген мәселе бос нәрселер ғой. Бірақ миф па? басқа бір маңызды нәрсе. Кенесары біздің соңғы ханымыз, қазақтың тәуелсіздігі үшін күрескен адам. Сол адамның денесінің қайда жерленгені белгісіз, басының қайда екені белгісіз, басын бұрын көрген адамдар бар. Просто маңызды нәрсе ғой. Ұлттық құндылық деп айтуға. Оны мысалы тау болса, әкелсе, жерленсе, Кенесары осы жерде жерленген деген басында зират тұрса, ұрпақтары баратын болса, жалпы ол жақсы нәрсе ғой. Сол нәрсе. Бірақ тиянақтап аяна дейін шығаратын біреу керек қой енді. Біреу мықтап қолына алып. Шынымен бар болса, бар, жоқ болса, жоқ нәтижесін шығарып, темасын жабатын нақты болды ғой. Бір жағына шығаратын нақты болды. Иә, жылдар бойы айтылып келе жатқан әңгіме да. Біреулер саяси ұпай жинау үшін айтатын болған, осы күні назар аударту үшін. Мысалы бірдеңе болыватса, Кенесарының басын іздеуге экспедиция шығарып жатырық деген сияқты әңгіме қозғау үшін әлде